Білім өрге сөйлейтін өрелі күш. Фәнидегі абсолюттік философия. Алымдайлы ұшқыр қиял. Білім арқылы қоғамды өзгерту, қоғамның санасын өзгерту. Мәңгілік жасау үшін өнерлі бол. Ел қуаты жаңа буын жас өскінде. Қазақ елінің ертеңін білгін келсе, болашаққа көз сал. Англияда не болған? 8 наурыз әйелдер қыздар мерекесі бізде сол мен оқыған Уорвик университетінде сондай бір не бар екен, дәстүр бар екен. 8 наурызда бүкіл қыздарды жинап, ер балалар концерт ұйымдастырады екен. Концерт болғанда да жаңа шын дауыспен, записсіз, ешқандай жазбасыз, үн таспасыз, шынымен гитарамен бәрін бір группа жинап, сонда біз өлең айтқанбыз. Бір концерт қойып берді. Ол жақта енді Ресейдің де, басқа да ТМД елдерінің балдары болды. Бірақ біздің қазақтың әні тамаша, ерекше болды. Аққарлы, ақпанда, сағында. Бұл кәсіби әнші емес, бар болғаны Ұлыбританиядан алдыңғы қатарлы білім іздеп барған студент қана. Ал ән күйге құмарлығы кішкентай кезден оянған. Анасы ол туралы былай еске алады. 4-ші класты бітіргенде шақырады ғой ата-аналарды, әліппемен қоштасу деп. Барсам, баламды танымай қалдым, ведущий. Сосын өлең айтып тұрды. Сол өлең айтқан мен сол уақытта естімеппін. Менің балам осындай дауысы бар екен ғой, сол уақытта таң қалдым да баламның дауысына. Содан бастап оны музыкальный школға бердім. Ержан Қошқаров 2004-2008 жылдары Қазақ-Британ техникалық университетінің автоматтандыру және бақылау мамандығы бойынша бітіріп шықты. 2009-2013 жылдары халықаралық болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританиядағы Уорвик университетін тәмамдады. Қазір Алматыда Rolls-Royce Industrial Power компаниясында жоспарлаушы инженер болып қызмет атқарады. Ержан өнер білімнен едәуір жырақта, Қызылорда қаласында қарапайым отбасында туып өсті. Үйде өзінен басқа інісі мен қарындасы бар. Ержан мектеп қабырғасында оқып жүргенде зеректігімен көзге түсті. Сабақ үлгерімі жоғары еді. Оның білім алуға деген құштарлығын бір оқиға одан сайын арттыра түсті. Ол Хабар телеарнасындағы интеллектуалды ойын еді. Ержан Жетпісұлы Қошқаров Қызылорда қаласындағы номер 15-ші гимназияның 11-ші сынып оқушысы. Алдына қойған мақсаты елін өрге жетелеп, жарқын болашаққа бастайтын саясаткер болу. Классикалық музыканы, оның ішінде Бетховенді сүйіп тыңдайды. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген қазақтың нақыл сөзінің ақиқат екеніне тағы да көз жетіп көңіл сенді. Себебі әке балаға сыншы дегенде әкесінің сыннан сүрінбей, қиындықтарды сағы сынбай, бағы таймай, ата көріп оқ жонған Ержан баталы ұл арқа сүйер азамат болып қалыптасты. Оны оқып жүрген ақта лидер 21-ші ғасырдың көшбасшылары болды ғой телевидениеден. Сол Қызылордаға келіп, осы балалар жинай бастапты. Сол естіген бойынша соған апардық. Соған барып не тапсырды. Тест тапсырып еді, озып шықты. Сөйтіп осы Алматыға шақырды. Сөйтіп Алматыға келдік. Алматыда жаңағы 2 турдан өтіп, ең бірінші табысы $500 табыса келді сол уақытта. Оны оқып жүргенде ол уақытта доллармен беретін еді ғой нені, ақшаны. Соны әкесі екеуміз қуанып, мына баламыздың алғашқы табысы мектепте жүрсе де мынандай ақша келіп жатыр бізге деп. Әйтеуір бір жаманшылығын көрсетпесін енді әлде де. Ержан қаладағы 15-ші гимназияны алтын белгімен бітірген соң, кішкентайынан армандаған жоғары оқу орнына түсті. Студенттік күндердің балдай тәтті күндерін бастан кешті. Қазір сол ұмытылмас шақтағы достарымен жиі араласып тұрады. Ал достарының Ержанға деген ілтипаты мүлдем бөлек. Ерекеңмен 2004 жылы осы Алматыға оқуға түскен кезде танысқанбыз. Бірге Қазақ-Британ техникалық университетіне түскенбіз. Содан бірге таныстық, содан жатақханада бірге тұрдық. 4 жыл бойы бір бөлмеде тұрып, нанды бірге бөлісіп жеп, бірге футбол ойнап, бірге сабақ оқып, сол кезден басталған біздің достығымыз. Жалпы мынандай мақал бар ғой, 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деп айтады ғой. Ал негізінде мен өзім ойымша да 100 досың болғанша одында бір шынайы, достыққа адал, әрқашанда қасынан табылатын,
сондай бір 100 болмаса да бір санаулысы болса деп ойлаймын да. Ерекең сондай адамдардың бірі. Ержан университетін бітірген соң бірден елдегі ең беделді банктың біріне жұмысқа тұрды. Бірақ шетелде оқимын деген талабы одан әрі күшеймесе кеміген жоқ. Арада бір жыл өткенде ойы жүзеге асты. Болашақ бағдарламасының Ұлыбританиядағы Уорвик университетіне бөлінген грантын жеңіп алды. Ол кездегі қуанышты тілмен жеткізу мүмкін емес еді. Ең бастысы Ержан шетелде оқып жүргенде тек білім ғана емес, өмірлік мәнге толы тәжірибені де көңілге тоқып қайтыпты. Өз елінен артық ешқандай ел жоқ. Өйткені ол жақта сен қонақсың, бардың, келдің, кеттің, сені ешкім күтіп отқан жоқ. Мынау көтеретін болсаң, өз еліңнен артық көтеретін жер жоқ. Ол жақта бар, сен бір нәрсе жасасаң, басына көк тас қоймайды ешкім. Көтерсең өз жеріңді осында жасап, кішкентай болса да бір нәрсе жаса, бірақ өз жеріңде ғана жасау керек. Ол бір патриоттық сезім емес, тек қана ол жаңағы шындық, өзімен бірге бітірген, біздің алдымызда бітірген, кейін бітіріп жатқан балдар көздері ашылып, көкіректері оянып, шетелдің не екенін білет, Қазақстанның не екенін білет, сондықтан өз еліне қазір келген кезде максимальный жұмыс жасайды. Себебі олар түсінеді, ана жақта одан күшті болмайтынын, көтерсе өз елін көтеру керек екенін. Ержан елге оралғасын бірден шетелдік компанияға жұмысқа тұрды. Бүгінде білдей маман, жоспарлау бойынша инженер, ауқымды жобаны есептеп, соңына дейін басқарып отырады. Мұнай мен газ саласы оңай жұмыс емес, барлық іс-әрекет нақты есепке құрылған. Мұнай газ саласында да біз турбина мен компрессор шығарамыз. Сол компрессорларды Азия газ құбыры бар, дүниедегі ең ұзын құбыр, газ құбыры Түркменстаннан бастап алып, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай, Қытайдың өзінде теңізіне дейін, теңіз жағалауына дейін осы газ құбыры барады. Бұл газ құбыры дүниедегі ең ұзын және ең үлкен газ құбыры деп айтылған. Сол газ құбырында жаңағыда газдың тезірек үлкен объем жіберу үшін, жаңа көлемде жіберу үшін компрессордың станциялар құрады. Сол біз компрессордың станцияны құрып, орнатып, кейін соны қамтамасыз етіп отырамыз. Ержанның бұл компанияда жұмыс істегеніне биыл 4 жыл толды. Ал былтыр үйіне келін түсіріп, ата-анасын қуанышқа бөледі. Келіншегі Айжан болса, Ержанның азаматтық мінезін жоғары бағалайды. Ержанның ең басты ұнайтын қасиеті ол өте сабырлы адам. Өзімде ондай қасиет болмағандықтан, Ержанның сол қасиеті екеумізді бір-бірімізді толықтырып тұратын сияқты. Бұндай қасиет көптеген жағдайларда өте қатты көмектеседі. Тағы бір ұнайтын қасиеті жауапкершілігі өте жоғары. Бұндай қасиет қазіргі кезде көп адамдарда кездеспейді. Сол қасиетіне өте риза боламын. Жалпы сыртта болсын, үйде болсын, үй шаруасында қазір кезде мысалы бөпелі болдық, сол бөпеге қатысты сұрақтарды шешу кезінде сол жауапкершілігі өте қатты көмектеседі. Бұл шетелден озық білім арқылы қайтқан кейіпкеріміздің алғашқы қадамдары ғана. Алдағы уақытта Ержан мемлекеттік қызметке ауысып, әлеуетті Қазақстанның болашағын құруды көздеп отыр. Барлығының ойында көкейінде тұрған нәрсе елге қызмет жасау. Өйткені басқа не, ер адамды қалдыратын басқа не, сол елдің жағдайын жақсартқан қалайды ол кез келген. Бірақ материалдық жағынан қараған кезде қазір біздің мемлекет енді ғана өсіп келе жатқандықтан, мемлекеттік қызметкерлерге жағдайды максимально жасап жатыр қазір, қолынан келгенше. Бірақ әлі жетілдіретін жерлер көп. Сондықтан бірден сіз мемлекеттік қызметке барсаңыз, жақсы орынға барғанмен де, бірақ жалақы жағынан болсын, жалақы жағынан болсын қиналып қаласыз. Сондықтан бірінші өз материалдық жағдайын жөндеп алып, содан кейін барып, барлығы тұрақталғаннан кейін мемлекеттік қызметке бару ойымда бар. Себебі осы жинақтаған білім, осы мысалы президентіміз бізге жоспар не мақсат қойып жіберді, бізге барыңдар, үйреніңдер, келіңдер, қызмет етіңдер. Соны әрі қарай жететтіңдер біздің мемлекетте деп.